Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін картоптан ерекше тағам жасайтын боламын. Яғни кумпир жасаймыз. Кумпир жасау үшін бізге тек болғаны картоп керек болады. Ірі картоптарды жақсылап жуып, фольгаларымызды кесіп, өсіп әр картопты фольгамызға жақсылап ораймыз. Міне, картоптарымызды өстіп орап аламыз. Фольгаға оралған картоптарымызды біз ыстық пеште пісіретін боламыз. 180 градуста 1 сағатқа салып пісіріп аламыз. Піскенін білу үшін шанышқының көмегімен шаншып көрсеңіздер болады. Әр картопымызды өстіп орадық. Енді 1 сағатқа 180 градуста духовкамызға салып, ыстық күйінде шығарып, бірден дайын салмаларымызды салуға кірісеміз. Салмамызға бізге керекті заттар, олар яғни үкіден үткіштен өткізілген сырымыз, сары майымыз, және де жүгері, консервіленген бұршақ және де не қажет? Колбаса қажет болады. Туралған колбаса қажет болады. Енді ыстық картоптарымызды алып, біреусін ашып, тең екіге бөлеміз пышақтың көмегімен. Тең екіге бөлінген картоптың ішіне сары майымыздан кішкене алып, сары май еріп кету үшін бір жақ бөлігіне пышақтың ұшымен салып, және картопты қозғаймыз. Ал енді екінші бөлігіне өстіп картопты салып, ішін босатамыз, жұмсартып аламыз. Ал енді картопымызға дәм беру үшін тұзды керек қажетті мөлшеріне қарай сеуіп, келесі салмаларымызды саламыз. Тағы бір пышақтың көмегімен жұмсарған картоптың ішіне тұзымызды араластырамыз пышақтың көмегімен. Керемет буы шығып тұр. Өте ыстық пештен шыққаннан кейін ұзақ уақытқа дейін суымайды. Картоптың ішіне салған майымыз бірден еріді. Енді келесі жүгерімізді, жарты қасық жүгері салып, арасына сырымыздан салып, араластырамыз пышақтың ұшымен, және жанына колбасадан саламыз. Оны да керек мөлшерінде ғана салып, араластырамыз.
Енді салатынымыз бізде бұршағымызды салдық. Келесі тағы да сырымыздан салып үстіне кетчуп пенен майонезімізді сырымыздың үстіне салып, тағы да пышақтың көмегімен араластырып қоямыз. Керемет рецепт, достар. Рецепт ұнаса менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Кумпиріміз дайын болып қалды. Сыртындағы фольганы шешіп, балаларыңызға картоптың қалған бөліктерін тез өстіп дайындап, үстіне көк шөп қойып әдемілеп жүрсеңіздер де болады. Қалған бөліктерін өстіп дайындап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Ал астарыңыз дәмді болсын. Менің арнамда көріскенше, достар. Ал бүгінше мен сіздерге сау бол деймін. Кадрдың сыртындағы менің сәбиім және мен. Қош сау болыңыздар.